бір әкесімен ойнайын деп бір кісі әкесіне қайта-қайта айтып жүреді екен бір жігіт. Көке, қажылыққа барсайшы деп. Сөйтсе ана көкесі, Құдай қалаған күні барам дейді екен. Сонымен әкесін аңдып жүрсе, ана мешітте ремонт болып жатқан көрінеді. Әкесі жалғыз, мен намаз күтейін деп жалғыз қалып кетіпті. Соның баласы мен бұны қатырайын деп, жаңа тақтайлардың артына жасырынып, жұрттың бәрі шығып кеткен күтеді. Біраз уақыттан кейін дауыс шығарады ғой. Ей, пәленше, сен қажылыққа бармайсың ба дейді ғой. Ана кісі қорқып кетеді, мешіт жалғыз өзі жан-жағына қарай таба алмай тұра қашады. Бұл енді әкесінің үйге кеткенін біледі, бұл да. Енді бала ғой, енді жылдамырақ әкесінен зуылдап үйге барып отырып, қора жақта әрекетсіз жүрсе, анау келіп, бала қайда дейді ғой әкесі. Бұл болған уақиға. Шешесі айтты, ай пәленше қора жақта жүрген. Шақыр мен, сөзім бар. Келеді, әй бала, сен қажылыққа бар деп жатыр едің. Алладан маған бұйрық келді, мен барам дейді ғой. Сосын бала күледі ғой. Мақұл, жарайды, болды. Документіңізді өткіземіз, бірақ ренжімеңіз. Сол дауыс мен едім дейді ғой. Сөйтсе айтады, сол дауысты салдырған саған кім еді дейді ғой.